Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін менде «Үйрен және бөліс» атты жобамның ата-аналармен және балалармен ұсынылған дамытушы ойындар жасақталынды. Енді ата-ана мен баланың арасында осындай әдемі ойыншықтар тізбегі жасалынып алып келінді. Енді сіздерге мен осыны сіздерге көрсететін боламын. Жақсы. Шебер сыныбымызды бастамас бұрын әріптестеріме сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Әріптестер, бұл моншақты жасаған кезде балаларымыздың қол моторикасы дамиды және шығармашылық қабілеттері арта түседі. Алдымен әріптестер түрлі түсті жүннің бір бөлігін қиып аламыз. Әріптестер, жұмысымызды бастамас бұрын қолымызды ылғалды суға саламыз және жүнді айналдырамыз. Әріптестер, енді қолымыздағы жүнді қаттырақ айналдырамыз. Тамаша. Моншаққа ұқсап келеді. Қаттырақ дөңгелек жасаймыз. Осылай ғой, иә? Иә, өте күшті. Біз бұрын әжеммен бірге ауылда жасаған кезімді есіме түсіріп отырғанмын. Дұрыс айтасыз. Мынаны жарай ма? Иә, жарайды. Ал әріптестер, жасаған моншақтарымызды жіпке тізетін боламыз. Ал кеттік. Әріптестер, Толғадай Бақберген қызының ойыншықтары өте әдемі шықты. Қалғандарымыздың қалай әдемі шығып жатыр ма? Иә, маған да ол кісінің күнә отыр. Неге? Жарайсыз. Маған процестің өзі ұнап тұр ғой. Әріптестер, біздің жасап жатқан моншақтарымызды әртүрлі қылып түрлендіруге де болады, және ең соңында болғаннан кейін ілгіш жасауымызға да болады. Не мынау секілді әртүрлі әдемі қылып жасауға болады. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Тамаша. Әріптестер, бүгінгі менің өткізілген шебер сыныбы сіздерге ұнады ма? Әрине. Бұл шебер сыныпта мен өзімді балалық шаққа бір саяхаттап келдім әжеммен бірге. Осындай қолжетімді материалдарды пайдаланып әдемі дүние жасауға болатынын көзім жетті. Рахмет сізге. Ұлттық құндылықтар негізінде жасақталған бұл бұйымды 8 наурыз мерекесіне де ұсынса таптырмас сыйлық болады деп ойлаймын. Менің шебер сыныбыма қатысқандарыңызға көп алғыс білдіремін. Осы жасаған бұйымдарды сіздерге сыйлыққа тарту етемін. Рахмет.